Ассалаумалейкум, құрметлі көркемөнер ықыласпенділері. Міне бүгін Қарақалпақстан Республикасы Игорь Витальевич Савицкий атындағы мемлекеттік көркемөнер музейі ғаресіздік теңдеслер атамасындағы онлайн көргізбені назарыңызге ұсынады. Бұл көргізбе республикамыз тұрғыларын хамималарын Өзбекстанның ғаресіздік жыларында камалға жеткен художник сипатында қалыптасқан жас талант иелерінің үйретпелерімен таныстырады. Өзбекстан ғаресіздікке еріскен дәуірден бастап жәмиет тұрмысының көп тарауларында үлкен өзгерістер жүз берді. Құрылыс, денсаулықты сақлау, білімлендіру һәм тағы басқа тараулардағы үлкен жетістіктердің куәсі болып жатырмыз. Сондай-ақ мәдениет тарауында да бір қанша алға ілгерілеуді күзетеміз. Жас мәдениет қайраткерлерінің топтары кеңейіп, олар үйретушілік барысында заманауи инновацион жантасуды қолдап жатыр. Бүгінгі көргізбеде суретлеу өнерінде әрқилы ұсыныстарға ие художниклер қатынасып жатыр. Олардың саны 19. Олар Өзбекстанның әрқилы регионларынан Қарақалпақстан Республикасы, Ташкент қаласы, Бұхара, Жызақ, Қашқадария, Наманган, Сырдария, Ферғана уалаятларынан қатынасып жатыр. Олардың әрбірі үйретушілікте өз жолын іздеп, әрқилы ұсыл һәм бағдарларды тәжірибеде сынап көріп жатыр. Көргізбеге қойылған көпшілік үйретпелерде бүгінгі өмір, яғни қазіргі заман тұрмысынан бір элементті, жәмиет тұрмысына кіріп келген жаңа құбылыстарды, бүгінгі күннің өзіне тәнлігін көрімізге болады. Олардан Міржалал Халиковтың COVID-19, Гүлназ Жалалованың Мен бүгінгі күнде, Шаңырақ атрапында, Акбаржан Толқынбаевтың Миманда атлы картиналары мысал бола алады. Жас художниклер шығыс темасына көп жүзленеді. Көпшілік Қарақалпақ ұсталарының дәстүрлі уәкілдері халықтың милли дәстүрлерін, өтміштегі ескі үрп-әдетлерін, халық сейілі, милли тойдан көріністілерді суретлеген болса, қазіргі жас художниклерден Саидбек Сабырбаев қолжетпесілік, шығыс нұрлары, өзімнің галактикам сияқты картиналарында адамларды милли липасларда суретлеп, композицияны уақия арқылы емес, бәлкім миллиліктің нышаны сипатында Қарақалпақ қызына киілген сәукеле милли атрибут есептелініп, миллеттің нышан сипатында көрсетілген. Табиғи көзсалық, нәзіктік, сәнлілік һәм Қарақалпақ хаял қызларының өзіне тән мақтаныш сезімдері көрсетілген болса, жас жігіттің басындағы жүгірме ерліктің нышаны сипатында берілген. Қазақбай Қожамұратов, Сарвиназ Касымова, Бақтияр Серекеев, Саламат Бабажанов, Егитәлі Саттаров, Азиза Тілеумұратовалар бұлар художник вазипасы тек қана қоршап тұрған орталықтағы хақиқатты ғана суретлеу емес, бәлкім олар өзлерінің не көріп тұрғанын айтып беретұғын жас талант уәкілдеріне есептелінеді. Олардың басты мақсаты өзлерінің сезім, эмоция, кешірмелері, философиялық ойларын живопись тілінде суретлеу есептелінеді. Бұндай вазипаларды атқару үшін әрқилы заманауи суретлеу өнері ұсыныстарын бірлестіреді. Мәселен, Қазақбай Қожамұратов Қызыл картинасында сюрреализм элементтерін қоллаған. Қыздың жүзін реал суретлеген, оның образы арқылы қалған нәрселерді реал емес формалардың өзгеріске ұшырауы арқылы қандайда бір жұмбақ атмосфераны берген. Қара һәм қызыл реңдердің үйлесімі образға күш һәм драматизм береді. Сондай-ақ күшік ойыны, ақ кеме жұмысларында жүда жеңіл һәм соның менен бірге тәсірлілігі менен ажыралып тұрады. Сарвиназ Касымова өзінің жұмысларында көбірек абстракциядан пайдаланады. Әрқилы реңдердің үйлесімі жәрдемінде предметсіз композициясын түзу менен бірге художник өзінің кеуіл кешірмелерін, фантазияларын, бір нәрселерге болған байланыстарын, өзінің ішкі дүниеқарасын көрсетуге әрекет еткен. Бұлардан космостан саза, көбелек адамлар, зәһәрлі жауын картиналары мысал бола алады. Бақтияр Серекеев үйретушілігінде бір қатар символикалық, метафоралық жолменен ісленген жұмысларында примитивизм, символизм, экспрессионизм элементтерінен пайдаланған. Живопись жас талант иесі үшін құбылыстың мәнісін терең аңлаудың, кеуіл кешірмелердің жаңа ұсылы болып табылады. Сейіл атлы картинасында көшеде сейіл етіп өзара сәубетлесіп жүрген 3 адамды суретлеген. Олардың біреуі аяғын аспаннан қылып көрсеткен. Художниктің бұндай ұсылды пайдалануының себебі аяғы аспаннан етіп суретленген адам сәубетке қосылмай тұр.
өйткені оның өзінің дүние қарасы басқаша, һәм ол басқа әлемде ұшып жүргендей етіп көрсеткен. Автор дөретпесінде элементтердің формаларын біле тұра өзгертеді, һәм адам келбетінің пропорциясын сақламаған халда күшлі жарқын тойғын реңлер гаммасынан пайдаланады. Бұнда ыссы һәм суық реңлердің күресін көруімізге болады. Бұл ұсыллардың бір жерде жиналуы дөретіліп атырған образларға өзгеше экспрессияны, өткір қабылауды наметіп, тамаша бөйде мәңгі бүткіл инсаниялық қадіретлар, өмірдің мазмұны хақында елеспес кеуіл кешірмелерді һәм ойларды пайда етеді. Бекзат Жорабаев жәмиеттің бүгінгі күндегі өміріне бағышталған көп фигуралы композицияны түзумен бірге көркем тәсірлілікті күшейту мақсатында ескі өзбек миниатюрасынан пайдаланған. Сондай-ақ көргізбеде бір қатар художниклер қатынасып, олардың дөретпелері реалистік ұсылда әсленген, импрессионистік ұсылдың тәсірін сеземіз. Айнура Сапикеева, Дастанбек Абдуғаппаров, Гүлназ Жалалова, Надира Шавкатова, Любовь Коновалова дөретпелерінде табиаттың гөзаллығы, адамлардың бір-біріне болған жылы мұнасебетлері, адам менен хайуанлардың өзара тәсірлі мұнасебетлері, тыныш өмірдің қадір-қымбаты, ажайып балалық һәм тағы басқа адамзатқа тән фазилетлер жырланады. Шайра Шадиева дөретпелерінде көбірек формалардың сұлулығына, реңлердің үйлесіміне ітбар қаратады. Қазіргі уақытта әртүрлі ұсыллардан пайдаланып дөретпелер жаратып келатыр. Перо образындағы автопортрет картинасы өзіне тән характерге ие. Бұл жерде біз әрқилы ұсыллардың өзара келісімін көреміз. Бір жерлерде қара сызықпенен предметлерді ажыратып көрсетсе, ал бір жерлерде сызықлар көрінбейді, реңлер араласып кеткен. Солай етіп автор шубха гуманларға толы адам қияпасын суретлеген. Суретлеу өнерінде перо тұмсалы әдетте кеуілінде терең қайғысы бар, түсініксіз адамды сәулелендіреді. Сыртқы кеуілі көрінісі қатержанлық, бұл тек оның бетіне киіп жүрген ниқабы есептелінеді. Мүмкін бұл портрет қандай да бір айтажақ астарлы мәнеге ие болып, ақ киімдер астында оның өзгеше кеуіл кешірмелері жасырынған болуы мүмкін. Нұрлан Қалбаев өзінің проспект Демаса түнгі кең көшені сәулелендірген картинасымен қатынасып жатыр. Картина суық реңлер гаммасында суретленген болып, айрым жерлерде жылы реңлердің тәсірін сеземіз. Бұл жерде художник аз ғана реңнен пайдаланып, көшенің кеш-құрыңғы жағдайын көрсетіп берген. Бір-біріне қарама-қарсы болған екі ақ һәм көк шекленген реңлер көзге тасаланады. Бұл жерде бір-біріменен үстін һәм машина арқылы байланысады, һәм картинада тең салмақтылықты сақлайды. Художник бұл картинада түннің қатержан, тыныш һәм салқын жағдайын ажайып етіп суретлеп берген. Махина Уронова өзінің дөретушілік хақында төмендегі сөздерді айтады. Өз дөретпелерінде көпшілік назар аудара бермейтұғын апуай нәрселер художник ітібарын тартады, һәм художник дөретпелерінен орын алады. Таңғы құяш нұрларынан нәр алып жатырған апуай столдың үстіндегі қалем де мені илһамдыра алады, һәм осындай тақылетте картиналарым жаратылады. Композицияда барша қағидаларды һәм техникаларын жақсылап меңгеру мүмкін, бірақ дөретпе шын қалыптен дөретілмесе, оны тамашагөй дархал сезеді. Бұл көркем өнер әлеміне кіріп келуіме себепші болған бірінші ұстазыма миннеттаршылығым шексіз, һәм көркем өнерде инсан ең әуелі өзлікті аңлау екенін түсініп жеттім деп пікір білдіреді. Енді бүгінгі көргізбе қатынасушыларын таныстырып өтсек. Қазақбай Қожамұратов 1986 жыл Кегілі районында туылған. Нүкіс қаласындағы Қарақалпақстан Республикасы қанегелестірілген көркем өнер мектебін тамамлаған. Ұстазлары Мұрат Құдайбергенов, Мұрат Бердімбетовлардан тәлім алған. Ташкент қаласындағы Камалдин Бекзат атындағы Милли суретшілік һәм дизайн институтының сахналастырушы кино художник бөлімінде оқыды, һәм монументал живопись бөлімі магистратурасында тәлім алды. Ұстазлары Қахраман Нуретдинов, Татьяна Фадиева, Ғафур Қадыров, Бахадыр Жалаловлардан тәлім алған. Сайдбек Сабырбаев 1988 жыл Нүкіс қаласында туылған. Нүкістегі суретлеу һәм қолөнер лицей-интернатында тәлім алған. Камалдин Бекзат атындағы Милли суретшілік һәм дизайн институтында үскенелі живопись бөлімінде магистратура һәм бакалавр басқышын тамамлаған. Ұстазлары Сабыр Ахметов, Акмал Икрамжанов, Имер Мансур, Мухаммадияр Ташмұратовлар. Өзбекстан көркем өнер академиясы төретушілер жөлкемінің ағзасы. Көплеп көргізбе һәм таңлауларға қатынасып, жоғары орындарды иелеп келатыр.
Көптеген халықаралық таңдауларға қатынасып медальдар менен сыйлықталды. Қазіргі күнде Камалетдин Бекзат атындағы Милли суретшілік һәм дизайн институтында мұғалім болып істеп келмекте. Бекзат Жорабаев 1989 жылы Наманган уәлаятында туылған. Қазіргі уақытта Камалетдин Бекзат атындағы Милли суретшілік һәм дизайн институтында каллиграфия һәм миниатюра бөлімінің 4-ші курс талабасы. Оқу дәуірінде бірнеше рет халықаралық фестивальдарға қатынасқан. Суретшілік һәм қолөнер фестивалі шеңберінде өткерілген көркемөнер һаптелігінде белсенді қатынасқаны үшін күміс медальменен сыйлықталған. Сарвиназ Қасимова Наманган уәлаятында туылған. Ташкент қаласы республикалық қанегейлестірілген көркемөнер мектеп-интернатын біткерген. Камалетдин Бекзат атындағы Милли суретшілік һәм дизайн институтының бакалавр һәм магистратурасын біткерген. Өзбекстан көркемөнер академиясы ағзасы. Оның дөретпелері Игорь Витальевич Савицкий атындағы Қарақалпақ мемлекеттік көркемөнер музейінде һәм жеке коллекцияларда сақланып келмекте. Тұрақлы түрде әрқилы көргізбелер қатынасушысы. 3 мәрте Өзбекстан көркемөнер академиясының алтын медаліменен сыйлықталған. Бахтияр Сирикеев 1990 жылы Нүкіс қаласында туылған. Камалетдин Бекзат атындағы Милли суретшілік һәм дизайн институтының үскенелі живопись бөлімін тамамлаған. Өзбекстан көркемөнер академиясы төретушілер шөлкемінің ағзасы. Көптеген көргізбе һәм таңдауларда жақсы нәтижелерге ерісіп келмекте. Саламат Бабажанов 1990 жылы Нүкіс қаласында туылған. Суретлеу өнері мектебінде тәлім алған. Ажинияз атындағы Нүкіс мемлекеттік педагогикалық институтының суретлеу өнері бөлімін біткерген. Қазіргі уақытта Қарақалпақстан Республикасы қанегейлестірілген көркемөнер мектебінде жас талант иелеріне суретлеу өнері сырларын үйретіп келмекте. Дөретпелеріне тоқталатын болсақ, анық бір ұсыл яки темаға текарланып отырмастан, кеулі қалеген нәрсе яки құбылысты суретлеуге харекет етеді. Игитәлі Саттаров 1992 жылы Қашқадария уәлаятында туылған. Камалетдин Бекзат атындағы Милли суретшілік һәм дизайн институтының фильмнің суретлеу шешімі бөлімін бакалавр һәм магистратурасында тәлім алған. Ұстазлары Ғанишер Хайдаров, Жавлан Омарбеков һәм Азамат Саттаровлар есептелінеді. Көптеген халықаралық фестивальдардың қатынасушысы. Қазіргі уақытта Өзбекстан көркемөнер академиясының көркем дөретушілер шөлкемінің Қашқадария бөлімінде жұмыс алып бармақта. Полатжан Абдримов 1992 жылы Қанлыкөл районында туылған. Ажинияз атындағы Нүкіс мемлекеттік педагогикалық институтының суретлеу өнері һәм инженерлік графикасы бөлімінде тәлім алған. Қазіргі күнде Қанлыкөл районындағы балалар музыка һәм көркемөнер мектебі суретлеу өнері бөлімінде мұғалім болып істеп жатыр. Қызғын дөретушілікпен шұғыланып батырған художник суретлеу өнерін тереңірек үйренуге харекет етіп жатыр. Миржалал Халиков 1993 жылы Сырдария уәлаятында туылған. Гүлстан көркемөнер колледжін тамамлаған. Камалетдин Бекзат атындағы Милли суретшілік һәм дизайн институтында магистратурасында оқып жатыр. Көпқана көргізбелер қатынасушысы. Көпқана режиссер, драматург һәм сценографлардың дөретушілік лабораториясында ұстаз һәм шәкірт дәстүрі бойынша тәжірибе алмасқан. Қазіргі уақытта Мұхаммед театрында сахналастырушы художник болып істеп келмекте. Бұл жас дөретушімізде қазіргі уақытта ізлену басқышында. Айнұр Сапекеева 1994 жылы Нүкіс қаласында туылған. Қарақалпақстан Республикасы қанегейлестірілген көркемөнер мектебінде тәлім алған. Нүкіс мемлекеттік көркемөнер колледжінің живопись бөлімінде оқыған. Камалетдин Бекзат атындағы Милли суретшілік һәм дизайн институтының үскенелі реңлі сурет бөлімін біткеріп, қазіргі уақытта Қарақалпақстан Республикасы Игорь Витальевич Савицкий атындағы мемлекеттік көркемөнер музейінде жұмсалып бармақта. Көптеген халықаралық таңдаулар жеңімпазы. Көркемөнер жөнелісі бойынша Зүлфия атындағы мемлекеттік сыйлықты алуға миясар болды. Шайра Шадиева 1995 жылы Жизақ уәлаятында туылған. Балалар музыка һәм көркемөнер мектебінде тәлім алған. Жизақ көркемөнер колледжін біткерген. Камалетдин Бекзат атындағы Милли суретшілік һәм дизайн институтының үскенелі реңлі сурет жөнелісі бакалавр дәрежесін қазіргі уақытта магистратурада оқып жатыр. Көп қана көргізбелер һәм фестивальдарға қатынасып, жақсы нәтижелерге ерісіп жатыр. Дастанбек Абдығаппаров 1996 жылы Ферғана уәлаятында туылған. Камалетдин Бекзат атындағы Милли суретшілік һәм дизайн институтының театр безегі живопись жөнелісінде тәлім алған. Художник рус художниклерінен Фешин, Репин, Крамской дөретпелерінен илхам алады. Өзбек художниклері Абдулхақ Абдуллаев, Рахим Ахмедов, Нигмат Қозыбаевлардың дөретпелеріне мехрі айрықша. Художниктің арзулары жүда бәлент. Келешекте өзбек көркемөнерін дүнияға танытуды ниет еткен.
Гүлназ Жалалова 1997 жыл Бұхара уәлаятында туылған. Живопись сырларын көркемөнер мектебінде, кейін колледжда һәм институтта үйренген. Сабыр Ахмедов, Дилшат Азизов һәм азыркы күндә Шухрат Абдумаликов, Имер Мансуровларды ұстаз деп есаплайды. Оқу дәуірінде һәр ұсталарды үйренген. Реализм, авангард, импрессионизм, постимпрессионизм һәм заманауи живопись түрлері. Олар бойынша бірнеше дөретпелер жаратты. Ескі ұсталар Ислам мектебін үйренген. Әсіресе Микеланджело, Брейгель, Клод Мане, Климт, Шагал, Ван Гог, Лотрек дөретпелерін жүдә ұнатады. Дөретпелерінде олардың жұмысларынан рухланған қалда жаратады. Лекін сонда да тек арғы ұстаз табиғат екенін айтып өтеді. Азиза Тілеумұратова 1997 жыл Шомынай районында туылған. Нөкіс мемлекеттік көркемөнер колледжінің живопись бөлімін табысылы тамамлаған. Һәм сол жылы Ташкент қаласындағы Камалетдин Бекзат атындағы Милли суретшілік һәм дизайн институтының суретлеу өнері факультеті театр безек реңлі сурет бөлімін тамамлап, қазіргі уақытта магистратурада оқып жатыр. Бірнеше фестивальлар жеңімпазы. Нодра Шавкатова 1999 жыл Ташкент қаласында туылған. Камалетдин Бекзат атындағы Милли суретшілік һәм дизайн институтында үскенелі реңлі сурет бөлімінің 3-ші курс талабасы. Дөретпелерін тикарынан натурадан, табиғаттан алып жаратады. Көбінесе реализм бағдарында майлы бояуды дөретеді. Өзі көрген, бақылап жүрген уақия һәм хадиселерден тәсірленіп ілхамланады. Нұрлан Қалбаев 1999 жыл Нөкіс қаласында туылған. Нөкіс мемлекеттік көркемөнер колледжінде Тимур Сулаймановтан тәлім алған. Нөкіс мемлекеттік педагогикалық институт суретлеу өнері һәм инженерлік графикасы кафедрасының 3-ші курс талабасы. Заманауи көркемөнерді ұнатады. Фовизм, сюрреализм, импрессионизм, постимпрессионизм, модерн, поп-арт. Художниклерден көбінесе заманауи художниклер ұнайды. Пикассо, Дали, Анри, Матисс, Ван Гог, импрессионистлер, передвижниклер. Художникке ең бірінші кезекте пейзаж, қандайда бір тынышландырушы, жанлы һәм қайталанбас ілхам дерегі есапланады. Акбаржан Толқынбаев 2000 жыл Ферғана уәлаятында туылған. Қазіргі күнде Камалетдин Бекзат атындағы Милли суретшілік һәм дизайн институтының 1-ші курс талабасы. Художник күнделікті тұрмыста жасатқан уақия һәм хадиселерден тәсір алады. Алтын дәуірім, демалыс, мейманда сияқты дөретпелері бұған мысал бола алады. Любовь Коновалова 2000 жыл Ташкент қаласында туылған. Павел Бенков атындағы Республикалық көркемөнер колледжін тамамлаған. Живописке айрықша қызығушылық оятқан ұстазы Махкамов Бахтияр Мирхадиевичке миннеттаршылығы айрықша. Камалетдин Бекзат атындағы Милли суретшілік һәм дизайн институтының талабасы. Махина Орунова 2000 жылы Ташкент қаласында туылған. Павел Бенков атындағы Республикалық көркемөнер білім жұртын тамамлаған. Ұстазы Махкамов Бахтияр Мирхадиевич. Қазіргі күнде Камалетдин Бекзат атындағы Милли суретшілік һәм дизайн институтының талабасы. Міне бүгінгі көргізбеде еліміздің жас художниклерінің бір-бірінен ажайып һәм шеберлікпенен ісленген дөретпелерін назарыңызға ұсындық. Көззалық дүнияны құтқарады дейді даналарымыз. Негізі хақиқи көззалық инсанның қалбінде орын алған. Har бір басыланған істен жақсы нәтижені күткен инсан ғана келешекке нық қадам қоя алады. Ане сондай үлкен ниет һәм табыстарды көздеген жас художниклердің паруазы ешқашан талмасын һәм қыл-қалемнен дөретілген har бір дөретпе еліміздің ұлы келешегіне, оның рауажлануына өзінің бек кем үлесін қосуына қатты сенеміз һәм ниет етеміз.